Баршаңызға сәлем, есімім Арайлым, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен осындай өте жұмсақ, ауызда еритін пирожки пісіру әдісімен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды, үстіне ашытқымызды, қантымызды және тұзымызды салып жақсылап араластырамыз. Бетін жауып жылы жерге 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минуттан кейін осындай беті көпіршік болу керек. Үстіне сұйық майымызды қойып, араластырып, ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Міне қамырымыз дайын, жұмсақ. Салафанға салып, мұз салынған суға жарты сағатқа қойып қоямыз. Қамыр өзі бетіне қалқып шығуы керек. Міне дайын. Мен салмасына картошканы ғана қолдандым. Үстіне бұрыш салып, жақсылап араластырып, салмасын дайындап қойдым. Тестамызды ортасынан бөліп, домалақтап, бетін жауып, шетіне жайып бастаймын. Осылай домалақ қылып жайып аламын. Үстіне салмасын салып, жиектерін жеп, осылай алдын ала барлығын дайындап аламын. Қызып тұрған майыма пирожкилерімізді пісіріп бастаймыз. Достар, менің каналым сіздерге пайдалы болып жатса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне осымен біздің пирожкилеріміз де дайын, өте жұмсақ. Жасап көріңіздер. Менің балаларым өте қатты жақсы көреді бұл пирожкиді. Сіздер де жасап көріңіздер. Рахмет.